Мен құрметті әріптестер, бүгінгі кезекті вебинарымызды бастайық. Цифрлық дәуірде ақпараттықты тек тұтынушы емес, оны жасаушы болу заман талабы. Бүгінгі біздің спикеріміз өз ісінің шебері, информатика пәнінің ұстазы Куватова Бақыт Нұрмхановнаға беріледі сөз. Саламатсыздар ма әріптестер? Мен бүгін сіздермен өзім Python бағдарламау есептері тақырыбында сіздермен бөліскімге отыр. Мен Павлодар облысындағы Ақсу қаласындағы Маженқалық атындағы орта мектебінің физика және информатика пәні мұғалімі болам. Бұнда Python бағдарламау есептерінде қазіргі таңда бәрімізге енді авторлық бағдарлама жазу керек, сонымен жұмыс істеу керек, зерттеушіміз соны басқа алып, оқушыларға бағдарламаудың негіздерін, логикалық ойлауды және практикалық есептерді шешу дағдыларын үйретуге арналған бағдарламамен сіздерді таныстырайын деп отырмын. Курстың мақсаты және міндеттері: осы авторлық бағдарлама оқу үдерісінде оқушылардың саналы, дұрыс және коммуникативті оқу дағдыларын жетілдіруге, логикалық қабылдауды дамытуға, функционалдық сауаттылықтарын арттыруға бағытталған. Негізгі міндеті Python бағдарламасын толық меңгеру арқылы оқушылардың коммуникация құралдарын қауіпсіз пайдалануға қажетті құзыреттерін қалыптастыру. Міндеттері: Python бағдарламаны үйрету, медиа сауаттылығын арттыру, негізгі түсініктермен таныстыру, IDE-ді орнату және оны қолдана білу. Python тілінде енді жалпы оның қай жерлерде қолданылатын басына қашқай кіріспей кетті. Одан кейін Python-ды орнату және IDE-ді орнатудағы бірінші немен таныстыру керек, бірінші орнату керек веб-сайттан, оны жүктеп алғаннан жүйеге енгізу керек, IDE-ді орнатқан қандай нелер бар, жобаны құру керек, сол бойынша мында кодтары жазылғанның. Және де алдында бұның жалпы біз авторлық бағдарлама жазғанда оның мақсаты, негізгі мақсаты кетеді, міндеттері кетеді, одан кейінгі біз жоспары кетеді. Сол 34 сағатқа міндеттеліп жазылған. 34 сағатта бұл бағдарлама бізді 6-7 сыныптарда біз бастаймыз ғой. Көбінесе балаларымыз 6-7-де осыны не қоя қоймайды, өздеріне ден қоя қоймайды да, көбі қателікті кетіреді. Біз қайтып келмейміз. 6-да 7-ді өткендерде 8-9-10-да бізде Python-да бұл бағдарламаның бізге ол көп бағдарлама құрған кезде көп керек болады. Сондықтан мен осыны басшылыққа алып құрған болатынмын. Және әр тапсырмада жиыды қолдануға арналған тапсырмалар істедім. Бұнда ChatGPT немесе басқа да жиі көмекшісін ашып, осындай сұрақтарды қойып, сол сұрақтарды мысалы Python бағдарлама тілінде арналған IDE-лердің түрлері қандай және қайсы бастаушыларға тиімді деген сұрақ қойып, және жиі ұсынған ақпарат өздері жазады ғой бірінші. Содан кейін жиі ұсынған ақпаратты талдап, ең тиімді IDE-ді таңдайды. Және таңдауын қысқаша 3-4 сөйлеммен түсіндіріп, өзі жасанды интеллекттің бергенімен өзінің берген жауабымен салыстырады балалар. Және бұл сабақтарға визуалды түрде де қолдануға болады. Өткенді қайталауған кезде және көп пәнаралық байланысты да қолдануға болады. Мен мына жерде тарихпен, әдебиетпен, биология пәнімен құрастырылған. Және осы жасанды интеллектте жұмыс жасау үшін тиімді промпт 5 элементін білу керекпіз. Бірінші объект, ол не суреттелетінін анықтау білу керек балалар. Және әрекет не болып жатқанын сипаттай білу керек сол сабақтың тақырыбына байланысты. Үшінші, қоршаған орта, оның контексті қандай болу керек, фоны қандай болу керек, нақты білу керек. Және стиль, өнер түрі ме, және техника жағы ма, оны да біле білу керек балалар. Одан кейінгі ракурс, оны немесе көзқарас деп айтайды, болашаққа қандай оның пайдасы бар, зияны бар деген көзқарасты осы 5 промптты біз жиыда жұмыс жасаған кезде 5 промптты біз жасау тиімді жаза білу керекпіз. Және осыған тоқтамас бұрын мен сіздерге өзімнің авторлық бағдарламаны жасаған кезде қандай нені қолдандым. Сынап онлайн деген, мен сіздерге жасанды интеллектте жұмыс
жүрген сынап онлайнмен сіздерді таныстырғым келіп отыр. Осындай мен 34 нені қымызымды құрған болатынмын осы арқылы. Және сынап онлайнды мен сіздерге таныстырмас бұрын айтып кетейін дегенім, бұл 2 рет, бізде 2 рет қана тегін, одан кейін ай сайын 1290 теңге, 1300 деп аламыз ғой енді, 1300 теңге. Бірақ бұның көп несі бар. Көмекші мұғалім ғой, үлкен көп көмек көрсетеді. Мен өзім осыны пайдаланып жүргеннен кейін сіздермен бөліскім келіп отыр. Жасанды интеллектінің көмегімен 1 минутта БЖБ, ТЖБ құрастыруға болады, және оқушының білімін жиі өзі бағалап береді, және тексеріп, немесе мұғалім қосымша өзі тексеріп, ұпай санын қосуға болады. Сонымен таныстырам. Одан кейін көріп тұрғаныңыздай мұғалім үшін міне мұғалім үшін БЖБ құру, нәтижелерін басқару, сосын оқу үшін кодты қалай енгізу керек, қазір соны көрсетем. Одан кейін БЖБ талдаулары осы жерде. Одан кейін сіздерге КМЖ генератор, КМЖны қалай құрастыру керек. Одан кейінгі презентация және ойын. Сабаққа мысалы қазір бір сыныпты алам мен қазір. Осы бір сынып бойынша мен сіздерге мұғалім БЖБ құрып көрсетем. Одан кейін сол БЖБ бойынша баланың коды арқылы оны қалай тексеру керек, соны көрсетемін сіздерге. Одан кейін сіздерге сол сабақтың қымылжысын, тақырыптың қымылжысын құрастырып көрсетемін. Және сол сабаққа презентация мен ойынды сіздермен бірге жасайтын боламыз қазір. Қазір бірінші мен сіздермен қымылжыны құрастырғым келіп отыр. КМЖны генератор, КМЖ дегенге басамыз. Міне дәл өзі жазылып тұрады сабақтары мәлімет. Мына жерде ең соңына қарасаңыздар, КМЖның құрамында не болады? Нақты тапсырмалар, бал есебімен болады, дескрипторлар болады әр тапсырмаға, сосын сараланған тапсырмалар болады, А, Б, С деңгейде. Қазіргі таңда бізде сараланған тапсырмалар балалардың білім деңгейіне байланысты, сыныптағы балаларды саралап оқыту керекпіз ғой, соға байланысты енгізілген. Мұғалім және оқушының іс-әрекеті 130 бұйрық арқылы жасалынады. AI-ды қолдану кезеңі ChatGPT, Gemini'ді қолданады. Рефлексия және үй тапсырмасы. Осы КМЖны құрастырғанда осы құрамда бізде құрастырып береді. Енді біз таңдап аламыз мына жерде. Тілді таңдап аламыз. Қазақша, орысша, 2 тілде болады. Қазақша таңдаймын. Мен мына жерде информатиканы таңдап аламын. Мысалы, информатиканы таңдаймын. Сыныпты таңдап аламын қазір мен. Сынып, мысалы, 8-ші сыныпты таңдаймын. Өзімді аты жөнімді жазам. Мына жерге сабақтың тақырыбын. Біз өзімізді сабақтың тақырыбы міне дайын жоспарымыз бар ғой, содан әкеп қоямын. 3-ші 90, қазіргі біз өтіп атқанымыз фор циклы, осы фор циклын алам мен, копировать етіп алам да, апарып, жаңағы немізге апарып қоям. Тақырып, фор циклы қойылды. Енді осы жерге міндетті түрде оқу мақсатын жазамыз. Себебі бізде ол тапсырмаларды құрастырған кезде, есептерді құрастырған кезде, оның қандай мақсатта оқудың мақсатын болу керек. Сондықтан мен фор циклында оқудың мақсатын алам, кодымен бірге алам, кодымен бірге копировать етіп алам да. Бір жеңіл түрде ешқандай қиындығы жоқ. Ставить, міне фор циклы пайдалану. Мына жерде өзгертіп қоюға да болады. Одан кейін мына жерде біз бөлімді жазамыз. Бөлім міндетті түрде бөлімді жазамыз. Python тілінде алгоритмдерді программалау бөлімді жазамыз. Бөлім. Кодты міндетті түрде жазамыз. Біздің кодымыз бар ғой, мысалы 8332 деген кодты міндетті түрде жазамыз. Кодымызды. Қандай сабақпен кіріктіру керек? Сол сабақты жазамыз. Мысалы, физика, мысалы. Физикамен біріктіру керек деп. Тағы да басқа сабақтарды жазуға болады. Мен, мысалы, физика деп жазам. Физика сабағымен кіріктірілген болсын деп. Акты ресурстары. YouTube
мен мысалы қандай керек акты, соны осы жерге жазамыз да. Уақытты қоямыз 45 минут. Сосын қымызыны құрастыру, міне қымызыны құрастырамыз. Құрастыруды басамыз қымызыны. Осы мына жерде қазір бізге қымызыны құрастырып береді. Қымызы құрастырылуда деп тұр. Қазір осы оң жағында бізге оң жағында қымызыны құрастырып береді. Бұл енді біз қандай қазіргі неде уақытын жетпей жатқан кезде осыны құрастырып алуға болады. Мен өзім қазір қолданып жүрмін. Міне қараңыздар. Қысқа мерзімді жоспар, мына жерге мен өз атымды, күнімді мына жерде өзгертуге болады. Күнімді жазам. Спорт циклы. Қараңыздар. Сабақты мақсатты смарт түрде жазып берді. Құндылықты жазып берді. Еңбекқорлық және кәсіби біліктілік, жасампаздық және жаңашылдық, кіріктірілген физика, интерактивті тақта, слайд презентациясы деп, сосын кезеңдермен мына жерде өзіміз қазір берілген тақырыпты бәрі, мотивацияны бәрі міне жазып қойды. Жұптарға бөлініп, жұптық жұмыс А деңгейі, Б деңгейі, одан кейінгі дескрипторлары тұр мына жерде, жандарында ұпайлары тұр, қанша ұпай берілетіндері. Одан кейін есепке дейін берілген, сосын топтарға 4-5 оқушыдан бөлініп беріледі. Міне қарап тұрсаңыздар, бәрін осы жерде міне жасап берді. Жеке жұмысқа дейін жасап берді. Ол ең соңында аймен жұмыс жасап берді. Чат GPT-ні Gemini'де осыны орында деп, мысал келтір деп, демонстрация жаса деп, одан рефлексия жасап берді. Өте күнделікті қолданатын өте қымызымызды жасап берді. Енді бұл қымызыны Word-та жүктейміз. Word-та жүктейміз. Міне Word-та жүктерді мен ашам. Қымызы ашылды. Міне осы жерде міне қараңыздар. Word-та жүк. Мына жерде өзіміздің ресурстарымыздың, керек ресурстарымызды қосып, өзімізге ақын дайындап аламыз. Шаблон бәрі дайын, тапсырмасы. Тапсырманың бәрін өзіңіз қосымша қосуларыңызға болады, өзгертулеріңізге болады. Қазірде енді құндылыққа дейін кіргізіп отырмын да. Қазірде бізде құндылық енгізу керекпіз ғой, сол құндылыққа дейін енгізіп отыр. Апта бойы осы енгізіп береді, не дайын. Ешқандай қиындығы жоқ, 1 минуттың ішінде қымызыны жасап берді. Сақтап аласыз да, өзіңіз арқылай өзгерте бересіз. Осы ең бастысы сіздерге таныстырайын дегеніміз қымызы осы болатынның. Енді келесі сіздерге келесі көрсететінім мен нені көрсетем. Мұғалім үшін БЖБ-ны қалай құрастыру керек? Мына жерде мен өзім БЖБ-ларым, құрастырған БЖБ-ларым, дайын БЖБ-ларым тұр. Мен қазір жаңа БЖБ құру деген көріпсіздер ғой мына жерде. Жаңа БЖБ құру. Жаңа БЖБ. Мұнда да бөлім бойынша қазақша нұсқасын жазасыздар. Мына жерде 2 нұсқада, 1 нұсқада деп, сыныпты таңдап аласыздар. Мен тағы да 8-ші сынып, 9 сыныпты таңдап алайын. 9 сыныпты таңдап алам. Тағы да дайын КТЖ-мызға кіреміз де. Міне, бізде қазір өтіп атқанымыз Python бағдарламасы. Сонда массивтерді өтіп атырмыз ғой. Қазір бізге керек, мысалы, бірнеше элементтерге бөлімді кіргізем мен, бөлімді копировать етем, бөлімді кіргізем, міне, бөлім бойынша, одан кейін жалпы мына жерде міне, бөлімді кіргіздім бөлімді. Енді мына жерде оқу мақсаттарын кіргізем. Бізде дайын өзімізде бар ғой оқу мақсаттары. Соларды копировать етем де. Өте жеңіл. Балалар қазір аннан алып жазғаннан қарағанда өзіңіз құра қойсаңыз, балалар көшірмейді, интернеттен бұны таба алмайды. Интернеттен таба алмайды, себебі өзіңіз құрасыз балаларды. Одан кейінгі міне бірнеше мақсаттарды енгіземіз, 2 өлшемді, 1 өлшемді сұрыптау, бірнешені енгізіп аламыз. Міне. Сіздерге естіліп тұр ғой, естіліп тұр ма? Естіліп тұр, жақсы. Жақсы. Енді осы жерден бізде енді бірнеше мақсаттар кіреді ғой, сол бірнеше мақсаттарды алып аламыз да. Бірнеше мақсатты кіргізем, оқу мақсатын.
міне сосын жалпы ұпайды енгіземіз. 20, мысалы 9 классқа, мысалы біз БЖБ-да қояйық, 20 деп қойып қояйын, мен мысалы 16 деп қояйын, 16. Тест сұрақ, мысалы 5 деп енгізем, одан да көп. Ашық сұрақ, 1 деп те, 2 деп те қоюға болады, С деңгейде қараңыздар. Одан кейін сәйкестену сұрағы, мысалы 2 деп алам, мысалы дұрыс бұрыс 1 деп алам. Мына жерде уақытты белгілейсіздер. Уақытты. Сосын Word және PDF нұсқасында алдын ала көшіріп алуға болады. Сосын оқушыға алдын ала нәтижені көрсету дегенді қосуға да болады, қоспауға да болады. Өздеріңіз білесіздер. Сосын ай көмегімен жасау. Ал қараңыздар, ай көмегімен жасау. Мен сіздерге міне ай көмегімен жасауды бастаймын. Міне, генерация жасап жатыр. Қазір 1 минуттың ішінде қазір генерация жасайды. Міне қараңыздар. 9 сынып Python бағдарлама тілінде алгоритмдерді программалау, БЖБ, уақытты, максималды ұпайын. Мына жерде оқушы кодын қазір мен сіздерге көрсетіп кетем, не үшін керек екен. Бірінші нұсқа, екінші нұсқа, міне қараңыздар. Әрқайсысын ашып көруге болады. Мысалы, көрейік мынаны. Міне, сәйкестендіруде не болды? Қанша сұрақ? Соның бәрін өзгеріс болса өзгеріс тұруге болады, жоқ болса жоқ. Мына жерде ұпай санында балды да көруге болады. Қосуға, азайтуға сақтап қоямын қайтадан. Одан кейін екінші тапсырмаға да кіріп болады. Міне қараңыздар, екінші тапсырмада сұрақтың түрі ашық сұрақ бізде. Ашық сұрақ мына жерге бірінші, екінші болдырмау, өзгерісті сақтау, міне қайтадан қойып қоямын. Енді екі нұсқада, екеуі де сондай. Бізде екі нұсқада, мына жерде Word нұсқада жүктеп алуға да болады, немесе сілтемені балаларға жіберуге болады. Мен жүктеп алдым. Қағаз түрінде де беруге болады. Міне, қараңыздар. Мектеп атауы, міне, оқу мақсаты, бәрі жазылған. Бағалау критериясы, ойлау дағдылары, орындау уақыты, қараңыздар. Төменгі операциялы сәйкестендір. Одан кейін А деңгейінде бірден бір өлшем сұрақ, қараңыздар. Дұрыс бұрысты қояды. Сосын соңында жауаптарын береді. Мен және жай құрастырдым ғой, қараңыздар. Тапсырманың кілттері, одан кейін міне жауаптары беріледі. Енді бұны қазір мен бұны қараңыздар. Оқушының коды деп тұр міне. Оқушының кодын копировать етіп ап, міне. Кіріп көріп, мына жерде кіріп көріп, бассаңыздар, сол шығады. Балаға шығады. Қазір код. Мына жерде. Ашпай тұр мына жерде. Қазір қайтадан. Код. Немесе сілтемені көшіру, мен ашайыншы. Сілтемені көшіру. Интернеті ба? Міне, балаларға ашылды. Мына жерде толық аты жөнін жазады. Мысалы, менде өзімдікін жай қоя салайын. Таңдаңыз сынып. А, нұсқаны таңдайды. Бір нұсқа бастау. Мен жай қоя салайын қазір, мысалы. Былай қоя салайын. Міне, сосын қоям, жіберу. Қайта, міне, алдын ала көру, міне шықты. Тақырыбы, алдын ала 5 бірлет істелді деп, істелді, істемеді деген көрініп тұрады. Қазір мен мынаған кірем. Сосын мұнда бізде қазір алдын ала артқа қарай барам қазір. Светке өтем. Міне, қараңыздар. БЖБ-ның сандары. Міне, қарап. Коды бәрі жазылып тұр. Міне. Коды бәрі жазылып тұр. Одан кейін дайын, бұл түсінікті болса, мен дайын БЖБ-ларымыз бар ғой, электронды түрде. Бұрын біз Google дискті істеп жүрдік қой, сол сияқты қазір тағы да БЖБ-ға кіреміз да, дайын деген бар қазір. Жаңа БЖБ құруға барамыз. Міне соңында мына жерде өзіміздің дайын БЖБ-ларымыз бар ғой, соны осы жерде таңдап алып, осыған енгізіп қоюға болады.
осыған енгізіп қоюға болады қазір. Осы жерде мен БЖБ-ларымды қазір енгізіп қоямын ішіне. Кіреміз. БЖБ-мыз қай жерде тұр, сол жерге кіреміз да. Міне, так, кірдік информатикаға, міне, 2-ші тоқсан. Мысалы, менде 5-ші аптада БЖБ бар дайын, 11-ші сыныптікі. Міне, соны басам. Дайын. Қараңыздар. Өзі ұпайымен бәрін қағазды үнемдеу мақсатында қазір балаларға мен осылай беріп жүрмін да. Балалар істейді, жауабы бәрі тұрады. Балалар өздері де көреді. Біз өзімізді тексермейміз. Тексеріп береді. Не қараңыздар, менің көзімде 20 минут, коды, сұрақтары, қараңыздар. Бәрі менде шығып тұр. Бәрі шығып тұр. Жаңа сұрақ қосуымызға болады. Оны мына жерде бағанағы айтқанымдай А деңгейде ашық сұрақты міне өзгертуімізге болады. Ұпайында өзгертуге болады. Мына жерде өзгерісті сақтау. Одан кейін мына 2-ші тапсырма сәйкестендіру. Қараңыздар, А деңгей, Б деңгей, Б деңгей, С деңгей деп өзі бөліп қояды. Біз енді балаларға сол деңгеймен береміз ғой. Осыны міне осылай бізге мына жерде удалить етіп алып тастауға да болады. Осы сіздерге көрсетейін дегенде. Одан кейін мына жерден нәтижелерін, енді мына жерде әлі нәтиже жоқ, мен жаңа ғана жасадым ғой. Word-та сақтап алуға да ол автоматты түрде бізде сақталады. Басты бетте міне 3-ді, міне жаңағы мен құрғаным міне сақталды. Ашық қылып қойып қойдым. Оны жабық қылып та қоюға болады, мен ашық қылып қойдым. Балаларға кез келген уақытта мен өзім бергенде нетіп тұрғандай. Ашық балалар көре алады. Мына жерде ТЖБ-ны да. Мына жерге мен әлі ТЖБ деткен жоқпын, БЖБ-ларым. Мен ТЖБ-ларды қойған жоқпын. Енді келесі менде сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Презентация және ойын. Қараңыздар, презентация және ойын. Ода жаңағы не сияқты біздің құрдық қой, нені қазір қымызы құрдық қой, сол сияқты. Мен 9-шы класты алайын, мен қазір ертең 9-шы класста менде элементтеріні орнын ауыстыру бізде тақырып. Осы аптада міне алам да мен тақырыпты қоям. Мына жерде суретті де жүктеп қоюға болады. Ана бізде нелер бар ғой, блок схемалар бар ғой, блок сызбалар. Соларды да қоюға болады мына жерге. Ол сабаққа кірістіреді сосын. Сабақтың арасына кірістіріп қояды. Одан кейін мен мына жерде оқу мақсатын таңдап алам. Оқу мақсаты таңдап алам. Ставить қоям. Өзімнің аты жөнімді қоям. Топқа бөлу деген бар. Мына жерге топқа бөлуде балалардың қоюға болады мысалы. Мен әртүрлі қоя салам, мысалы. Арман, арна деп мысалы. Немесе дайын тұрғанды копировать етіп әкеп қоюға да болады. Мысалы, осылай қоя салайын, 1-2. Осыны қойып, одан кейін ойын түрін сәйкестендіру ма, бұрылыс дөңгелегі ма, викторина ма, мысалы бұрылыс дөңгелегін алайын, мен стильді таңдап аласыз. Креативті ма, или ресми жоғары, мен жоғары сынып қой. Генерация жасау, міне қараңыздар, генерация жасау. Генерация жасау енді 1 минут қазір бізге ашып береді. Міне, қараңыздар. 10 слайд жасап берді. 10 слайд. Бірінші, мынау екінші алдындағы тапсырманы тексеру. Мына жерде бар. Қалай жұмыс жасайды қазір? Не? Так. Мына басамыз. Балаларға сұрақ. Екінші, міне, сұрақ, жауабы. Одан кейін сіз тексеріп отырасыз оны. Одан кейінгі оқу мақсаты тұрады, ол міндетті түрде біз балаларға бөлу. Енді топқа бөлу. Міне, 4 топқа бөліп тастайды балаларды. Біз балаларды өз бөліп тастайды. Одан кейін элементтерін орын ауыстыру. Негізгі мәліметтерді ғана береді мына жерде. Ең негізгілер деген. Одан кейін қараңыздар, келесі. Одан кейінгі бізде міне айналдыру арқылы
біз бұрылыс дөңгелегі арқылы міне қарас айналдырам. Міне кімге түседі екен. Біз осыларды қойдық, мында істеп береді. Міне Айгүлге түсті сұрақ. Одан келесі барлық балалар қамтылып кетеді айтылған. Міне Арманға түсті. Осылай бізге дайын береді. Осында сақтап алып, өзімізге өзгертуге болады. Міне сосын бағалау критериялары бар бізде. Сосын кері байланыс, түсіндім, көмек керек деген балалар басады, мына жерде шығады. Берілгенде міне мысалы түсіндім деп мен қойдым ба, мына жерде түсіндім деген шығады. Міне осы сабақ аяқталды. Осыны біз сақтап ала аламыз. Міне PDF-та немесе сақтау деген бар, ойнату. Мен ойнатуды былай басалап, міне қараңыздар. Міндетті түрде бәрін осылай жеп-жеңіл түрде, оның ішінде әртүрлі нелер бар ғой, солардың бәрін көрсетіп береді өзі дайын түрде. Сосын міне сақтау дейміз. Осыда сақтағанда менің презентацияларым дегенде жерде ол бізде сақталады, сақталып қалады. Сосын балаларға жібергіміз келсе міне бөлісуді басамыз. Сілтеме көшіріліп, біз балаларға жіберуімізге болады. Немесе өңдеу. Міне кез келген нәрсеге өзіміздікін қосып, тапсырмаларымызды қосып, осы жерде өңдеуімізге болады. Жаңа критерияларды қоса аламыз, кері байланысқа мына жерге жаңадан өзіміз слайдымыздарымыз бар ғой, әртүрлі. Әр мұғалімдер енді біз шебер ғой, әр ұстаз шебер, өз ісіне шебер, әр жақтан. Сондықтан ол өзінің несіне шығармашылығына байланысты өзі қоса алатыны мен ертеңге былай жасап қойдым, арқылы өзім мысалы қосам. Келесі. Осы бойынша сіздерде сұрақтарыңыз бар ма? Мен сақтап қойдым, мен сақталған біреу. Ұстаздар, осы бойынша сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Мұнда тіркелу керек міндетті. Қоя қойыңыз, е. Сұрақ жоқ, түсінікті бәрі. Түсінікті, ол жеп-жеңіл. Әр кез келген мұғалімге кіріп істей алады. Былай қарап тұрсаңыз, енді 1200 теңгеге қаншама жұмысты істей аламыз да, өзіміздің жұмысымызды мысалы жеңілдетеді. Бір күнде мысалы 4 сабақ па, 4 сабағымыздың несін жеңілдетеді. Одан кейін мен енді сіздерге нені көрсетейін деген бір нені. Қазір барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, крок дегенді білетін шығарсыздар, е? Оқу процесін интерактивті ету. Мысалы, крокта қалай қолданамыз, келгенде мысалы видео мәтінді береміз, ол видео жасап беріп, сөйлетіп береді, крокты суретін салып береді. Осы екеуі арқылы біз жасанды интеллект арқылы әр суретті сөйлете аламыз. Соны бір нәрсесін көрсетіп жүрейін деген, мен барлығы біледі, қазір көбі қолданып жүрген шығар. Енді мен қысқаша сіздерге міне, мен бағана ертегін алғанмын. Мына интернетте мысалы бір қасқыр мысалы дауысын шығарып қойайын. Міне, қараңыздар, копировать етесіздер да, міне видеоға келіп қоясыздар міне қазір. Алдындағы қасқыр. Жаңа видео деп қояйын, мысалы мен, мына жерге мен балалар әлемінен бір нені копировать етем, дайын. Копировать етем да, мен мұнда қоямын. Сосын жіберем. Мына жерге промптты жазам. Осы ертегіге, мысалы, суреті, осы ертегіге бейне жасап бер. Ертегіге не? Деп жазып жіберем. Кетті қазір. Жақсы жалғастырайық. Кет. Өзгеріс. Міне. Құрастырды. Мен ашам. Әртүрлі жасаған бір неге істегенде әртүрлі істеп береді. Міне, қараңыздар. Бір қасқыр тамақ іздеп деп, қорытынды ойластырып жатыр. Ол өзінің несін құрды. Міне,
жасап жатыр. Бейне жазба қылыптық дейді енді. Керек кейіпкерлер, суреттер, дауысты дайындауға кірістім дейді. Өте мына бізде көбінесе тіл жағына, ағылшын, орыс тілі, қазақ тілі жағына осы балалар қазір оқығылары келмейді ғой, кітапты оқулықта. Біз өзімізде де физикада мысалы кітапта бірнеше бет бар, мен өзім физикада беремін ғой. Сонда таңдап алып, сол оқулықтан дайын бар ғой оқулықтар, электрондық нұсқада. Топик газеттен алып, мұнда салғанда кәдімгідей түсіндіріп береді, балаларға қызықты несінде көрсетіп береді, шынымен мысалы қалай сәуленің өтуін бәрін көрсетіп береді бейнеде. Осыны да істеуге болады. Соны көрсетейін деген қазір міне кішігірім дайындалып жатыр. Алдындағысын мен көрсете берейін. Алдындағы менде дайын бар. Суретін жасады. Әлі жасап жатыр. Жүктелуде дейді. Үлкен жүгіреді. Міне, осымен мысалы видео жасайды. Мына жерде суретті де өзгертуге болады. Мына жерде суретін де өзгертуге болады, дауысын да қосуға болады қазір. Интернетпен 34% міне кетіп жатыр. Сосын осыдан басқа жаңағы Хейгенменден басқа мына немен де жасау, Крокпен мен Хейгенмен де жасауға болады. Мына жерде соны жүктейміз, немесе дайын келесі неге ссылканы, сілтемені беруге болады. Осыны көрсеткім келді сіздер, сосын мұнда да бар. Хейгенде міне қасқырдікі. Мынаны көрейік. Анда екі жерде жасалған видео. Міне, ана неде Хейгенде жасалған видео. Міне осындай видеоларды осы екі немен сайтта жасауға болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет Нұрымханна. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, тілектеріңіз болса айта тұрсаңыздар болады. Сынып деген жаңағы платно дедіңіз ба, соны сәлеметсіздер ме? Иә, сынап ол бір жылға 12.000. Bir жылға. Иә, 1200. Bir жылға 1200. Айына қанша? Айына 1200. 1200 бе? 1200 айына. Иә, бірақ енді 1200 деген былай қарап тұрсаңыздар, көп дүние жасауға болады онда балалар. Өзіңіздің жұмысыңызды көрдіңіздер. Кім болса, бір минуттың ішінде жасап берді. Презентацияны да, БЖБ-ны да, ТЖБ-ны да құрастыра аласыздар. Өздеріңіз өзгерте аласыздар. Көп уақыт алады ғой дайындауда. Мына жерде өзіңіздің кодтарыңызды бересіздер, оқу мақсаттарын бересіздер, бөлім бойынша. Ол біздің Қазақстанның информатика жасаған Тағы да құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қоя отырыңыздар. Бақтығалым, жарайды, жақсы бізге дүниелер көрсеттіңіз. Рахмет. Аяқтаймыз ба?
Мен істейміз. сізге демей жіберейінші. Есептерді қашан көреміз? Есептерді қашан көреміз? Келесі сабақ. Есептерді жіберейін ба? Жіберейін ба? Мен сізге. Мына жерде мен неге қосайын дегем? Ауызша айта салыңызшы, ауызша айта салыңыз. Жоқ, мына жерде Жинақтау, не? есептерін жинақтау ғой сізде, иә? Тақырып бойынша. Мен сосын жіберем. Мына жерде мен чатқа сілтеме жіберейін дегем. Бұл сілтеме бойынша бүгінгі не 6-шы, бойынша 7-ші сыныптарға арналған есептер жинағы, иә? Соларды танысып шықсақ дегенбіз. Онлайн түрде бөлсе салатын шығарсыз, иә? Уақыт жібермей. Тілектеріңіз болса айтып отырыңыздар. Рахмет, өте керемет. Сізге Бақтымұғалім үлкен еңбегіңізге рахмет. Ұйымдастырып жатқан осы ақпараттық орталыққа рахмет. Әріптестер осылай бөлісіп отырайық бір-бірімізбен, уақыт тауып, қатысып бір-бірімізбен ақпарат алмасып дегендей, бір-бірімізді қолдап, бір-біріміз даусымызды естіп дегендей. Сондықтан сізге көп рахмет. Жақсы, рахмет. Ұстаздар көріп тұрсыздар ма мен мынадай тапсырмалар? Иә, көрініп тұр. Келесі жолдары мен сіздермен бір үлкен есептер жинағымен нақты шарттармен қойылған есептерді Python тіліндегі солармен сіздерге бөлісейін. Ол енді бізге өте керек. Өйткені есептерден біз Python тілінде кішкене шорқақтауымыз көбіміз. Сондықтан есептер жинағымен осы деңгей бойынша есептер жинағын жасап шыққам. Соны мен сіздерге бөлісіп өтейін. Барлықтарыңызға керек деп ойлаймын. Сонымен тағы да алдағы уақытта тағы да көріскенше. Есептер. Осындай есептер енді 6-7-де жеңіл ғой есептер. Қалай бастамасы содан былай бас жазамыз. Міне есептер шарт. Қалай берілу керек, қалай енгізу керек. Сондай тапсырмалармен. Керемет, рахмет. Осы сосын әрқайсысында нелер бар мынадай жевелей деген нелермен платформалар, цифрлық платформалармен жасайды. Осындай нелермен берілген менде қымызыларым. Анда жасап алдым мен бірінші. Синап онлайнда жасап алдым. Осылай. Сосын мына өзі қостым арғылай. Нелер, сілтемелер. Осы сіздермен бөлісейін дегенім болса енді, азда болса енді. Болашақта Бақыт Нұрымханова мен Бақтыхан мұғалім екеуі қосылып бізге Python'нан есеп шығарта ма деген ойдамыз. Сондай күндерді күтейік. Құрметті әріптестер, олай болса бүгінгі вебинарымызды аяқтауға рұқсат етіңіздер. Барлықтарыңызға уақыт бөліп қосылғандарыңызға рахмет. Ақпараттық технологиялар орталығының вебинарына келесі жолда күтеміз сіздерді вебинарында. Сау болыңыздар, құрметті әріптестер. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар.